ақша деген үлкен енеде болу керек, жалпы өйткені ене деген ол өмірде өйткені үлкен жоқ, Ашахан үлкен адамдар өмірде деген андай несі бар ғой, тәжірибесі көп. Мысалы сен сияқты жас бала сияқты берсе оны қалай болса сен бауырым, сен өзің айнаға қарамадың ғой деймін осы уақытқа дейін, да? Екеуміз каждый раз енеге барып ене маған ақша беріңізші деп мама деп звондап жүрейік, әрі мынандай болып қалды. Ене сап жүресің ба, не істейсің? Ашахан үйде жалпы бізде ақшаны әкем ұстайды да. Бізде бюджет орталай. Мен туысқандар көбісіне орталай. Сенің стилің күшті екен. Сен өзің істей қойшы сонда, ше, енеңе сонда. Жалпы сен қай енең айтып тұрсың сен? Әйеліңнің енесі ма, или өзің айтып тұр, мамаң айтып тұрсың ба? Жоқ, мен қыздың енесін айтып отырмын. Сол қыздың мамасына берейік, бүткіл ақшаны ене істей қой деп. Сен неғып мына жерде шай клубым болып отырсың ба еді, конкретно сен сөздің парқына. Сен парқын түсініп отырсың ба сен? Сен өзің не айтқанын білесің ба? Менің мамама ене ұстау керек, ойбай, енді кім ұстайды, басқа тағы ұстасын енді. Осы көршіге ұрып қоямыз бәрін. Сонда сенің сенің мамаң арайға сондай не болды, ене болмай кім болды сонда? Жоқ, енді тыңда енді. Сен өзің кім ойлайды дұрыс деп осыны? Мен ойлаймын, личный сен ойласаң сөйтіп ойлап жүре бер до конца өміріңе дейін. Қалғандары өйтіп ойламайды негізі. Кішкене бірінші рет естідім негізі жандай. Бүткіл ақшаны финанстың бәрін енеме апарып беру керек деген. Бірінші рет естідім бұл әңгіме. Шын енді ренжімеші бауырым. Сен әңгімең бар ғой, біртүрлі түріңе сәйкес келмейді сен ше. Мен түріме жауап бермей қойшы. Сен сымбатыңа сорпа құйдың, бірдеңе араластырдың, жаңа.